Сәлем достар, мен бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай рулет жасайтын боламын. Ол үшін алдымен 3 жұмыртқаны және 5 ас қасық шекерді жақсылап миксерлеп аламыз. Ақ түске енгенше миксерлейміз. Сосын үстіне 5 ас қасық құрғақ сүтті салып араластырамыз. Және де үстіне 5 ас қасық ұн салып, және 1 шай қасық разрыхитель қосып араластырып аламыз. Енді табаға пергамент қағазын төсеп, массамызды құйып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Сосын 180 градуста 5 минут пісіріп аламыз. Енді ыстықтай арасына қалағаныңызды джем немесе варенье құйсаңыздар да болады. Біз малинаның вареньясын жағып шықтық. Енді ыстық кезінде орап, суығанша орап алып қоямыз. Екінші рулетімізге варенка жағып орадық. Екеуінің де дәмі керемет болды. Өте жасалу жолы оңай. Үстіне сосын шоколадты ерітіп, осылай әрлеп шықтық. Егер шоколад болмаса, құймай-ақ қойсаңыздар да болады. Бұлай да әдемі көрінеді. Варенка мен джемнің орнына сливкеден крем жасап жағып шықсаңыздар да өте керемет болады. Рулетіміз өте дәмді шықты. Қонақ келгенде демде жасай салсаңыздар болады.